Расымен де барлық мақтау Аллах Тағалаға тән. Жалғыз оны ғана мақтаймыз. Және бір өзінен ғана жәрдем тілейміз. Жан дүниелеріміздің жамандықтарынан, істеп қойған істеріміздің кесірлерінен оған сыйынамыз. Ол кімді тура жолға салса, оны адастырушы жоқ. Ал кімді адастырса, оны тура жолға салушы жоқ. Аллах Тағаладан басқа тәңір жоқтығына куәлік береміз. Және де Мұхаммед оның құлы әрі елшісі екендігіне куәлік береміз. Сондай-ақ сүйікті пайғамбарымызға Аллах Тағаланың салауатын, сәлемін, рахымын, берекелерін тілейміз. Және де оның әулетіне, сахабаларына, және де солардың жолымен, ихсанмен ергендерге. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, құрметті жамағат. Аллах Тағала баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін. Сіздермен пайғамбарымыздың өмір баяндамыз. Ухуд шайқасынан кейінгі ахуал. Ухуд шайқасы Шәуәл айында болған болса, одан кейін Хамрау Асад жорығы болды, өткенде баяндалғандай. Одан кейін Зүлқағда, Зүлхиджа айлары келіп, хижраның 4-ші жылы кірді. Мұхаррам айы қазір. Міне осы Мұхаррам айында бір оқиғалар болады. Одан кейінгі Сафар айында да бір оқиғалар болады. Бұл оқиғалар өте қиын оқиғалар, пайғамбарымыздың және мұсылмандардың бастарына келген. Бәдір шайқасынан кейін жалпы айналадағы Мекке мен Мединаның арасындағы араб тайпаларының барлығы пайғамбарымызды жалпы бір тұлға, қолбасшы ретінде, жалпы мұсылмандардың мемлекетін бір күшті мемлекет ретінде мойындады. Алайда ол жаңағы бір иманның негізінде мойындау емес, өйткені қай заманда болмасын бір қағида бар, күштілер өзін мойындатады деген. Олар сол күштілік тұрғысынан таныды. Алайда ол Алла Тағаланың пайғамбарымызды және мұсылмандарды бөлеген бір үлкен үстемдігі еді. Сондай-ақ бұл исламның жолы. Сол кезде олар осы дінді насихаттап отқан кезде, осы дінді Алланың жолдауын әлемге таратып отқан кезде, бұл ең әуелгі буын еді пайғамбарымыздың үмбетіндегі, саллаллаху алейхи вассалам. Сондықтан бұл дінді орнату үлкен қиыншылықтармен келген. Не сол қиыншылықтарды қазір айтатын оқиғалар баяндайды. Сондай-ақ тіпті Мединаның ішіндегі Абдулла ибн Салулдің жақтастарының барлығы Бадыр шайқасынан кейін өздерін жаңағы біз мұсылманбыз деп танытқаны белгілі. Яғни пайғамбарымыздың күшін мойындап тұр. Мұсылмандардың мықтылығын мойындап тұр. Енді Алла Тағала Құранда өзі айтқандай, осы Али Ғимран сүресінде Аузу биллахи минаш шайтанир раджим: "Ма кана Аллаху лиязарал муъминина ала ма антум алейхи хатта ямизал хабиса минат таййиб" деген қағидасын баяндайды. Ей мұъминдер, осы жүріп жатқан күйлеріңде Алла Тағала сендерді қалдыра бермейді, сапалыны сапасызынан ажыратпайынша дейді. Я, сендерді қазір жақтап отқандар, сендерді жалпы мойындап отқандар көп. Мекке мен Мединаның арасында араб тайпалары, Мединаның өзінің ішінде де сендермен жаңағы бейбітшілік келісімде жүрген иудейлер бар. Сондай-ақ міне Құран мұнафық деп атағанмен, жалпы олар енді өздерін мұсылман қылып көрсетіп жүргеннен кейін бір мұсылмандардың бір бөлігі сияқты болып жүр бұлар. Алайда Алла Тағала тазалықты сүйеді. Кімде-кім Аллаға байланса, ол шынымен де Алламен байлану керек. Ал кімде-кім пайғамбарымызда бір жалпы бір күшті тұлға ретінде ғана сыртына мойындап, мұсылмандар күшті болса солардың қасында жүріп, мұсылмандар бір әлсіз болып қалған кездерде жәрдемсіз тастап кетіп деген жағдайлар, ондай қоспалардың керегі жоқ. Өйткені дін дегеннен кейін бұл Алланың діні, және Алла Тағала тазалықты және шынайы байланысты жақсы көреді. Шынайы байланыс Алла Тағаламен, шынайы байланыс пайғамбарымызбен саллаллаху алейхи вассалам, шынайы байланыс мүминдермен бірге, шынайы байланыс осы дінмен.
Өйткені жеме-жемге келген кезде өтірік байланыстардың барлығы шашырап мұсылмандардың өзіне қарсы шығады екен. Міне осындай Ухуд шайқасында Алла Тағала Ухуд шайқасының жазмышта солай жазғаны, Алла Тағала алайда мүминдерге Ухуд шайқасында күшті тәрбие берді, болашаққа мықты тәрбие берді. Және Алланың қалағаны ғана болды. Қалада Алла Тағала 70 адамды шейіт қылып алуды, сол 70 шейіт болғанға дейін жағдай солай болды. Одан кейін аман алып қалды. Әрине ол жерде жаңағы садақшылардың бүлдіріп қойған бойсұнушылықта кеткен жіберген қателіктері бар еді. Оның барлығы Алла Тағала сол нәрселерді себеп қылып отыр. Алайда осы Ухуд шайқасынан кейінгі жағдайдың осылай өрбуі Алла Тағала солай қалады. Жаңағы пайғамбарымызбен саллаллаху алейхи вассалам мұсылмандармен байланысып жатқан сырттағы байланыстар мен іштегі байланыстар, мұнафықтар мен иудейлер, солардың ақиқатын көрсеткісі келді, судың бетіне шығарғысы келді. Міне ол өтірік нәрсенің бәрі сыртқа шығады, қашан мұсылмандардың басына қиыншылық келсе. Сондықтан мұсылмандардың бастарына қиыншылық келіп тұруда, ол Алланың даналығына қамтылған нәрсе. Мұсылман оны ұнатпаса да, ол керек бұл дін үшін. Ол керек бұл діннің болашағы үшін. Алла Тағаламен шынайы байланысу үшін бұл нәрселер керек екен. Сондықтан Ухуд шайқасынан кейін ана жақта Құрайыштар өздерінің жауап елдеріне қайтты. Оларға қолдарын ұстап кеткен тайпалар бар, бірнеше тайпалар мына жақта. Лихиян тайпасы, Амир тайпасы, Сулайм тайпасы, көп тайпалар, араб тайпалары жүрген сол жақта. Солардың басым көпшілігінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен мәміле жасалған еді. Бейбітшілік мәмілесі, яғни олар пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға қарсы әрекет жасамайды. Дінге әлі келмесе де, бірақ Мұхаммедке қарсы саллаллаху алейхи вассалам, мұсылмандарға қарсы ешбір жаңағы дұшпанға қосылмайды, қарсылық жасамайды, опасыздық жасамайды деген мәмілелер бар еді. Бұл мәмілелерде сынақ еді. Егер ол мәмілені әдемі ұстап берсе, оның ар жағы тура жолмен аяқталады, Алланың білімінде. Сондықтан солар өздерінше Құрайышқа жағамыз деп, Құрайыштың көңілінен шығайық, Құрайыштың көңілінен біз шығайық деп, өздерінше бір қол жинап жатқан тайпалар болады. Яғни ол тайпалар, біз мұсылмандар қазір әлсіреді, біз барамызда Мединаны, бір күні бір тайпа бар, біз ұрамыз, бір күні барып екінші сұрады, сосын тағы бір ұратта мазасын алып, малдарын алып кетеміз, сырттағы айдап әкетеміз. Сөйтіп бұларды біз өшіреміз. Сөйтіп бұрынғы өміріміз керек бізге. Қарақшылық өмір керек. Бізге керегі жоқ. Жаңағындай тура тәртіпті әкелетіндер. Біз қалай осылай өмір сүріп жаттық, сол бізге ұнайды. Сондықтан бұның бәріне кедергі жасап тұрған кім? Олардың көздерінде надан болғаннан кейін Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам. Осыны құрту керек дегендей нәрсе. Әрине олардың бұл мақсаттары мұнафықтарға да ұнайды, іштегі. Өйткені мұнафықтарда күтіп жүрген нәрсесі қашан олардың басынан дәурен кетеді екен, қашан арабтар жабылып құртады екен, сөйтіп біз де өзіміздің бұрынғы халімізге қайтып келсек деп. Енді бұл надандықтың сыртында ең қауіпті отырғандары иудейлер. Ол иудейлер күллі нәрсені біледі, тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хақ екендігін. Алайда олар пайғамбарымыз келген сәттен опасыздық жасады да Алла Тағаланың ашуына ұшырады, толыққанды түрде. Өйткені көзімен көріп тұр, міне Мұса пайғамбар айтып кеткен пайғамбарды көзімен көріп тұрып бас тартып тұр да. Иса пайғамбар айтып кеткен көзіне көріне тұра бас тартып тұр. Алайда осы әлемдегі қай заманда болмасын сыртта олардың әрекеті, бұлардың ықпалы күшті жүреді, бірақ ешқашан көрінбейді сахнаның артында. Осылардың жаңағы жасап атқан жоспарларына жаңағындай надандар немесе көп нәрсе дінді толық түсіне бермеген жағдайда бізде мұсылмандар ұрынып атамыз ол нәрсеге. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әрбір жерге тыңшыларын жібереді. Жағдай өте қатерлі. Кез келген уақытта біреу келіп жаңағы Мединаға шабуыл жасауы мүмкін. Ухуд шайқасынан кейін ауыр жарақат алған адамдар әлі толық жазыла қойғанда жоқ жаралары. Алайда олар күллісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның
кез келген тапсырмасын орындауға дайын. Өйткені олардың Алламен, елшімен байланысы шынайы. Және Алламен жолығу кәдімгідей мақсатқа айналған оларда. Өйткені бұл мақсат болмай, ілгері қарай жылжу сондай заманда ол мүмкін емес еді. Сөйтіп, Асад тайпасы деген. Асад тайпасында жаңағы Тулайха әл-Асади деген солардың көсемдері қол жинап атады. Кәдімгідей адамдарды қол жинап, Қурайшқа жаққысы келеді бір жағынан. Яғни Қурайш бітіре алмаған істі біз бітіріп берейік дегендей де бір абырой жинақысы келеді өздерінше қоғамда. Жаңа ұрылғанды барып аяғына дейін ұрып қайтайық дегендей нәрсені. Сонымен үлкен қол жинап атады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға хабар білдіріледі. Осындай адам Асад тайпалары жаңағы қол жинап атыр екен. Олардың ішінде іріткі сап, жаңағы үгіт насихат жасап жүрген адам Тулайха әл-Асади дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Саламаны шақырып алып, мен сенің қасыңа 150 жауынгерді қосамын, сені сол әскерге басшы қыламын, сол Тулайханың күллі ісін талқандап қайтты. Сөйтіп бұл Мұхаррамның айы туа салысымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шығарып салады. Сөйтіп Абу Салама 150 жауынгермен сол жаққа қарай шығып, шын мәнінде де олар кәдімгідей жиналған күш екен. Тулайха жаңағы соларды үгіттеп насихаттап жүрген осы іске қарайды. Сол мұсылмандардың баса көктеп шауып келатқанын көріп, көбісі тым-тырақай қаша жөнеледі. Жаңағы ұрылуға мүмкіндерін ұрады. Сол жерде қашып олар бұл ниетінен қайтады. Дәл сол сәтте бұл ниетінен қайтып, солардың жаңағы қалдырып кеткен қару, тағы да басқа олжаларын елге алып қайтады. Бұл Мұхаррамның басында болған оқиға. Бұл енді мұсылмандарға бір сондай шаршап, күйзеліп, қиналып жатқан, жарақаттар әлі жазылмай жатқан кездегі бұл да бір үлкен еңбек еді. Қарап тұрсаңыз, мына шаршау деген нәрсеге көңіл бөлетін болсақ, мысалы біздің кез келгеніміз бір жұмысты тындырып, үйіңізге келіп, шаршап келесіз ғой. Сонда мына Шарқ сүресінде Алла тағала айтады: "Фаиза фарағта фансоб" дейді. Қашан босасаң, дереу болдыр дейді. Немесе тағы болдыр дейді. Былай қарасаңыз, ұйқасына қарасаңыз, қашан босасаң, болдыр. Неге болдыр деген сөзді айтады Алла тағала? Шаршау деген сөзбен болдырдың айырмашылығы, болдыру деген ол әбден шаршау деген сөзді. Сондықтан шаршау деген сөзді Алла тағала айтуды қаламады аятта. Қашан босап шаршасаң, соны алып тастады шаршасаңды. Болдыр дейді. Неге? Бұл үмбеттің адамы, пайғамбарымыздың артынан ерген адам, табысқа жетем деген адам, Алланың разылығына жетем деген адам, шаршау деген сөзді еркек ешқашан айтпау керек. Алып тастады Алла тағала аяттан. Болдырды айтты да, сосын шаршағаныңды білем деп тұр Алла тағала. Мен білем сенің шаршап келгеніңді. Алайда жәннат өте қымбат деді ғой кеше. Ол жәннат өте қымбат. Егер Алла тағала сенен солай сұраса, күйіңді қалайым сенің, жаныңды қалайым сенің, малыңды қалайым сенен деген нәрселерді қойса, мысалы өзіңіз ойлаңыз. Сондықтан пайғамбарымыздың дәл осы уақытта жүріп жатқан сахабалардың күйлерін енді сипаттау өте ерекше, өте оңай емес. Өйткені шын мәндегі жанып тұрған ықылас, енді жан мен мал толығымен Аллаға беріле салған күй болды оларда. Оны ойламайды. Тек Алла тағаламен жолығу деген нәрсе. Осы Абу Салама сол жорықтан кейін қайтып келіп, көп ұзамай жаңағы жарақаты қайтаран ауызы ашылып, асқынып, Абу Салама көз жұмады. Артында Умму Салама жаңа туған бір қызымен, сәби қыз, емшектегі, және де тағы да ұлдары бар, тағы қызы бар, Барра деген. Сол бірнеше баласымен Умму Салама жесір болып қалады. Бұл оқиғаға қазір келеміз, Құдай қаласа. Сөйтіп Мұхаррамның бірінде осы оқиға болады. Одан кейін Мұхаррамның 5-інде оған дейін пайғамбарымызға тағы хабар алып келеді. Сонда ол жерде Холид ибн Суфиян деген кісі, Хузайл тайпасынан. Сол Хузайл тайпасынан адамдарда ана жақта
қажылық рәсімдері болған уақыттан бастап адамдарды жинап жүр, қол жинап жүр. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға қарсы, Мединаны шабуылдауға қарсы. Хузайл тайпасынан болады ол. Сөйтіп, ана Арафат деген жерді өздеріңіз білесіздер, қажылықтағы. Сол Арафат деген жерде әрдайым жиналыс жасайды. Адамның басын күннен күнге жаңағы артып келатқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірден нәрсе бар. Мысалы, ауырған кезімізде ар жақта жаңағы себебі болады, сосын ауырып тұрғанның белгісі болады. Мысалы, бір дәріні біз ішсек, ол белгісін жояды. Бірақ ар жақтағы себебі тұр. Ол қайтадан қайталанады деген сөз. Соқтан пайғамбарымыздың бұл жерде ұстаған тәсілі себепті жою, көзін жою да, ары қарай өспес үшін бұл нәрсе. Сонымен Абдулла ибн Унайс деген сахабаны шақырады. Абдулла ибн Унайс пайғамбарымыздың осындай тапсырмаларын орындаумен жүрген сахаба. Ақыры барып, жаңағындай іріткі салып жүргенде барып өлтіріп қайтады. Сонымен пайғамбарымыз салсам айтады: Халид ибн Суфиян адамдарды жинап отыр екен. Саған беретін тапсырмам сол Халид ибн Суфиянды өлтіресің. Оның жаңағы енді иманға келмейтіні, тек қана осындай күпірлікпен айналысатыны Алла тағалаға белгілі, пайғамбарымызға білдірілген. Сөйтіп Алла тағаланың жаңағы білімімен Абдулла ибн Унайс сол жаққа жібереді. Абдулла ибн Унайс: қылышымды дайындадым, сөйтіп пайғамбарымыз салсамға келіп жолықтым да, Аллахтың елшісі, ол кісіні сіз де танымайсыз түрін, мен де танымаймын, мен қайтып танимын оны, маған бір сипаттарын айтып берсеңіз қалай болады дейді. Пайғамбарымыз салсам айтады: сен оған жақындаған кезде сенің денеңде тітіркену болады дейді. Сол кезде білесің дейді оның сол екенін. Сөйтіп Мұхаррамның 5-інде шығып кетеді, жолға қарай, жаңағы жаққа қарай барады. Урана деген жерге келеді. Арафаттың қасында Урана деген сай бар, үлкен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қажылыққа баратын адамдарға айтады: Арафат толығымен тұрысқа арналған орын дейді. Арафаттың кез келген орнында тұра аласыңдар, тек мына Урана деген сайда тұрмаңдар дейді. Сол Урана деген сайда кездеседі. Сөйтіп жаңағы адамдардың қайта-қайта қасына келіп бүйтіп бірдеңке айтып кетіп жүрген көрдім, дәл осы ма екен деп ойладым дейді енді. Адамдар жақындап жүргеннен кейін, өйткені ол да сақтық шарасымен жинап жүр ғой адамдарды, пайғамбар саллаллаху қарсы. Дәл сол уақытта екінді намазының уақыты шығайын деп қалатын, шығуға жақындап қалған уақыт еді дейді. Содан мен қорықтым да, Құранда Бақара сүресінде Алла тағала айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, хафизу аля салавати ва салатил усто ва қуму лиллахи қанитин. 5 уақыт намазға, оның ішінде әсіресе аср намазға сақтық қылыңдар да, намазда тұрған кезде Алла тағалаға толығымен беріліп тұрыңдар дейді. Фаиза хифтум, егер де қауіпті жағдайда болсаңдар намаздың уақытында, фариджалан ау рукбана, онда жүріп бара жатып екі аяғыңмен оқи бер, не көліктің үстінде деген сол аят түседі. Фаиза минтум, қашан амандық жағдайына келесіңдер, ол кезде Алла тағала қалай үйретті? Фаскуруллаха кама алламакум ма лам такуну та'ламун, білмеген нәрселеріңді намазды қалай үйретті, дәл солай оқы дейді. Ол кісі жаңағы сапарда сол 2 ракағат қысқартып, сөйтіп мен сол жүріп келе жатып рукук пен сәждені өстіп басымды жаңа ишарат қылып оқып келаттым, өйткені оны жоғалтып алудан қорықтым дейді. Қазір бүйтіп ғайып болып кетсе, одан кейін таппай қалам ба деп. Сөйтіп оқып келатып, қасына жақындап қалған кезде денем тітіркенді дейді. Алла тағаланың елшісі бағанаға айтқан хабары. Яғни пайғамбарымызға осы жерде жаңағы сенудің өзіне қарасаңызшы, сеніп соған, қолбасшыға сену деген өте маңызды нәрсе екен. Өйткені сенімің дұрыс болмаса, оған ренішің болса, кез келген жаңағы фитнамен бөліп жіберуі мүмкін адамды. Сондықтан сенуі жаңағындай сапарға кетіп баратыр. Мысалы өзіңіз ойлаңыз. Осы Мұхаррамның 5-інде шығып кетсе, Мұхаррам айының бір аяқталуына 1 апта қалған кезде қайтып келеді ол Мединаға, тапсырманы орындап. Қаншама күн жаңағы сапарда, тапсырмада болғанда. Сол қасына келіп қалдым да, соны сездім. Сосын ол да
сезіктенгендей, сен кімсің деді. Мен айттым, осындай бір анаған қарсы қол жинап жүр екенсің ғой, мен де сол бір қосылсам ба деп едім деп айттым дейді. Өйткені соғыста пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам күллі тәсілдер қолданылады. Иә, дәл таптың, мен ғой қол жинап жүрген деп, мен ғой Халид қол жинап жатырмын деген кезде, сонымен қасында келе жаттым да сол жерде жаңағы мерт қылдым дейді. Сөйтіп оны өлтіріп, бағанағы себеп жойылды, артындағылардың бәрі үркіп жоқ болды. Бұл соғыс жаугершілік замандарда жаңағындай қолбасшының тапсырмаларымен, жеке тапсырмасымен орындалатын жағдай болады. Әскери түрде тапсырмасын орындайтын жағдайлар болады. Ол соғыстың жағдайы өздеріңізге жаңағы көптеген тарихи оқиғалардан белгілі. Тапсырманы орындап пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келеді. Сосын я Аллахтың елшісі деп орындап келдім, я Аллахтың елшісі тапсырмаңды дейді. Содан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қуанып, бірден мені қолымнан ұстап алып келді да, осында тұра тұр деп үйіне кіріп кетті дейді. Үйіне кіріп кетті де бір асат аяқты алып шықты, ағаш асат аяқ алып шықты да, содан қолыма берді дейді. Мынаны тастамай ұстап жүр деп. Сондағы жаңағы сахабалардың қарап тұрсаңыз, мысалы, егер пайғамбарымыз өзі сырын түсіндірмесе, сұрамайды. Өзі баяндаса сырын, мысалы, өткендегі жаңағы Абу Дуғаннан білесіздер ғой, ана Ухудта қылышты берген кезде, кім мына қылышты хақысымен алады деді. Көрдің бе, өзі қосты сөйлемді. Соқтан жүзе хақысы, бұның хақысы не деп айтатын адамды күтті де, ол тек қана Абу Дуғанна болды да, оны айтқан. Басқалар аламыз деп таластық дейді құр. Мына жерде ештеңе айтпайды. Мына таяқты тек қасыңнан тастама ұстап жүр дейді. Сол бетінде шығып кетеді, мен қарапайымдылық. Сөйтіп шығып кете жатты, адамдардың арасына келген кезде, жаңа сахабалар айтады, мынау не нәрсе деп. Алла тағаланың елшісі берді, ешқашан тастамай ұстап жүрсін деп айтты дейді маған. Енді сұрамадың ба, не үшін бергенін дейді. Сөйтіп білу тудырмаса адамның ойын негізі. Өзі адам тумауы да мүмкін мәселе. Көрдіңіз ғой. Сонда қайтадан қайтып келеді еріксіз енді. Ой мазалайды ғой өйткені. Келіп, я Аллахтың елшісі, мына таяқты не үшін бердіңіз маған дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, бірден қияметке келеді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Қараңыз, мәселе қандай. Жаңағы қиямет күні сені мен менің арамда куә болатын нәрсе осы дейді. Қараңыздар. Ол күні азғантай адамдардың ғана сүйенетін амалдар болады дейді. Амалды сүйену деп атып жатыр, қараңыздар, астарлы мағынада. Ана таяққа сүйенеді ғой енді адам, физикалық тұрғыдан. Ана жаңа сүйенетін амалдарына сүйенетін адамдардың саны өте аз болады. Сол күні сүйеніп тұрасың осы амалға деп бердім дейді. Сонда бұл жерде қарасаңыз, пайғамбардың, мысалы, адамның жаңағы өздерінің жеке атқарып жатқан құлшылықтары бар. Мысалы, айтайық, намаздары бар, тахаджудтері бар, оразалары бар, нәпіл, әртүрлі жаңа салиқалы амалдар жасалып жатыр да, бірақ жаңағындай жағдайда пайғамбарымыздың тапсырмасын орындап қайту деген ол өте зор нәрсе екен да. Көрінбе, бірден таяқты алып шықты да, қияметін шешіп тастады ғой. Абдулла ибн Унайс, тағы пайғамбарымыз бұл оқиғадан кейін әлі тағы 2 мәрте, өзінің өмірінде 2 мәрте тапсырма береді бұл кісіге. Дәл осындай 2 тапсырма, оған әлі Құдай қаласа келерміз. Яғни осындай тапсырмаға Абдулла ибн Унайсты жіберетін. Есімі сол Абдулла ибн Унайс деген. Сөйтіп Мұхаррам айы аяқталып, Сафар айы келеді. Сафар айында болатын оқиғалар, Лихиян тайпасы, олар да жаңағы анау арғы жағы Хузайлға, шежірелері Хузайлға қарай, руына қарай жалғасады. Сонымен мұсылмандарға қарсы бір қастандық ұйымдастырады. Оны ұйымдастыруына себепші болатын нәрсе, сол тайпалардың арасында пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға қарай бүйтіп қатысты симпатиясы бар адамдар бар. Исламды қабылдасам ба деп жүрген адамдар бар. Ойы жақсы. Андай мұндай бір шатақ шығып атқан кезде Мұхаммед пайғамбарға қарсы саллаллаху алейхи вассалам қосылмайды. Яғни бұлай қарасаңыз, егер олардың арасына бір ұстаздар келіп үйрететін болса, үйренетін дейді дінді. Осындай бір жағдайларды пайдаланады. Одан кейін пайғамбарымыздың дінді үйрету кезек күттірмейтін іс екенін біледі пайғамбарымыздың жүрегінде.
Сонымен олар Лихиян тайпасы келіп, Адал, сосын жаңағы Әл-Қара деген екі тайпаға келіп айтады. Сендердің тайпаларының ішінде жалпы Мұхаммедке қарай көңілі жақын адамдар бар ғой дейді. Мұсылман болмаса да. Өйткені әрбір адамның санасы түйсігі бұзыла бермейді ғой енді. Сол дұрыс ойлайтын адамдар да бар ғой. Сендерге біз 100 түйе береміз. Барып тек осындай адамдар керек болып жатыр бізге, бір ұстаздар жібересіз ба дегендей бір өтініш жасап қайтсаш дейді. Жаңағы Адал мен Қара деген жаңағы тайпаларға. Тек соларды алып кеп біздің қолға берсең болды, біз оларды Құрайыштарға сатамыз. Олар бізге ақша береді. Қарыз тапсырмалар қандай, да? Құрайыштар өйткені кәдімгідей ақшалар жаңа құн атап қойған. Кімде-кім маған осындай сахабаның басына әкеп берсе, кімде-кім маған осындай сахабаның басына әкеп берсе, өйткені ол сахабалардың қолдарынан олардың кейбір ағайындары Ухуд шайқасында қаза тапқан. Кейбіреулері Бадырда қаза тапқан. Бірақ кек деген нәрсе жаңағы мал беріп, соларды ұстап берсе деген. Осындай жерге бұлар амал жасап көреді. Бұлардың жасайын деп жатқан амалына Алла Тағала ғайыпты біледі. Бірақ Алла Тағала жол береді. Өйткені ол дана. Сөйтіп бұлар пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға келеді. Жаңа екі тайпа келіп, осындай бір адамдар жіберсеңіз бізге діннің үкімдерін үйрететін, дінімізді ұғындыратын дегендей нәрселер айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жалпы енді сезіктенеді ғой, өйткені қауіп қатер бар. Бірақ хузу хизракум фанфиру деген аяттар, мысалы Ниса сүресінде Алла Тағала айтады, сақтық шараларыңды алыңдар, бірақ дінді тарату тоқтамасын дейді. Өйткені ол кезек күттірмейтін нәрсе. Оның үстінде дінді тарату жолында шейіт болып кету деген нәрсе қосылып тұрса, онда Алламен жолыққысы келіп тұрған адамға ол кедергі боламайды. Сондықтан пайғамбарымыз бұл жерде 10 адамды тағайындайды. Асим ибн Сәбит солардың басшысы қылып тағайындайды. Асим ибн Сәбиттің қасына тағы 9 жігітті қосып, 10 адам жаңағы екі тайпамен бірге еріп шығады. Бұлар еріп шығып келіп, Мекке мен Таифтың арасында, жаңағы Ар-Ражиқ деген орын бар, Мекке мен Таифтың арасында. Сол жерге дейін келеді. Екіншіден пайғамбарымыз бұл 10 жігітке Асимға айтады, бір жағынан олардың шақырып атқан нәрсесін себеп алып, жаңа дін үйренетін адамдар шын бар ма екен, соны біліңдер. Екіншіден қандай қулық сұмдықтар ұйымдастырып жатыр екен, біліңдер. Алайда мұсылманның ең басты нәрсесі Алла мен елшісінің тапсырмасында жүруі. Бірақ ол істің, сол тапсырманы орындауға бара жатқан мұсылманның ойындағындай аяқталуы, аяқталмауы, ол мұсылманның уайым емес. Тек қателік жасап қойса ғана уайым. Қателік жасамай қауіп қатер келсе, онда бұл жақсылықпен сыналу деп атайды. Бұл адамның іздеп жүрген нәрсесін Алла Тағаланың беруі деп аталады оған. Ал қателікпен қауіп қатер келсе, ол күнәміздің кесірі деп аталады. Одан да Алла Тағала алып шығады, тәрбие сабақ беріп, жаңағы арқылы сезім арқылы. Сонымен осы 10 адамды жіберіп, олар сол жаққа қарай шығып, сөйтіп жаңағы тайпадан келген адамдар анау жаққа қарай, Лихияның тайпасындағы күтіп отқан адамдарға қарай, біз аналарды әкеле жатырық деген бір адамын жібереді ары қарай. Сөйтіп аяқ астынан 100 садақ шашаға келеді ғой. Опасыздық. Бұл тайпалардың арасында негізі мәміле де бар еді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірге, бейбіт мәміле. Алайда сондай опасыздыққа бару деген нәрсе ол жаман нәрсе. Еркектердің сондай опасыздыққа баруы, ол еркекті еркек қылмайды болды. Өйткені бұлар ана кек аламыз дейді, ана жақта Ухудта олардың ағайындары шын айқын шайқаста өлтірген оны. Айқын шайқаста өлтірумен опасыздықпен өлтіру деген басқа нәрсе ғой. Міне сөйтіп Асим ибн Сәбит жаңағы нәрсені сезіп, сахабаларды артқа қарай қойып, артта қараса бір төбе бар екен, биіктеу. Соған қарай жылжиды. Алар келіп, жаңағы шайқас басталады, сол төбеге қарай шығады. Сосын жаңағы Лихиян тайпасының адамдар айтады,
сендер оның да түсіңдер, біз ант береміз, серт береміз, ешқандай зиян тигізбейміз сендерге. Алайда Асим ибн Сәбит айтады, мен Алладан тілегем дейді, Раббым денемді бір пайдасыз мағынада мүшрикке менің терім жақындамасыншы, оның терісіне, оның терісі менің теріме жақындамасыншы деп та. Енді опасыздықты сезіп тұрған жерде тұрған, өтірік айтып отыр бәрі мысалы. Сонымен Асим ибн Сәбит сол жерде айтады, я Аллах тағалам, пайғамбарыңа жеткізе көр хабарымызды дейді. Сөйтіп сол жерде ерекше бір жаңаға батылдықпен шайқас болады. Жаңағы Асим ибн Сәбиттің өзі найзасымен де жаңағы садақтың оқып біткеннен кейін найзаны қолға алады, найзадан кейін қылышты қолға алады. Сол жердегі шайқаста жаңағы жетеуі мерт болады, қаза табады. Жетеуі шейіт кетеді. Үшеуі қалады, жаңағы таудың биік жерінде үшеуі қалады да, сосын үшеуін айтады олар. Үшеуің түсіңдер енді, нақты серт береміз, өлтірмейміз, зиян жасамаймыз, осы біздің уәдеміз дейді. Сосын олар тәуекел етіп көреді. Тағдыр ғой енді. Өйткені мұсылмандарға жаңа берілмеу деген мысалы жолда болады тәсіл. Немесе алдап түсіру үшін берілу деген нәрсе болады. Қай тактиканы қалай жасайды. Сонымен үшеуі түседі. Үшеуі түскен бетте аналар бірден сол жерге садақтарының жіптерін шешіп, толық үшеуін де байлайды ғой. Сонда біреуі оның Хубайб ибн Ади, біреуі жаңағы Зайд ибн Дасинна деген, сосын үшіншісінің тарихы жаңағы үшіншісінің аты аталмайды көбінесе кітаптарда. Бір риуаяттарда Абдулла ибн Торих деп атайды. Сол үшіншісін байлап атқан кезде, міне жаңа ғана опасыздық жасамаймыз деп едіңдер, опасыздықтарың басталды ғой деп ол бүйтіп жаңағы итерісіп, сол жерде оны да өлтіреді олар. Сөйтіп екеуі қалады, екеуін байлап үлгереді. Сөйтіп олар келіп Хубайб ибн Адиді Харистың балаларына Меккеге апарып сатып жібереді. Жаңағы Зайд ибн Дасиннаны Сафуан ибн Умайяға сатып жібереді. Енді ол оның, қарап тұрсаңыз, жаңағы бір затына айналды. Мұсылман жағдайын қараңыз. Ол жақсы ниетпен шықты, тапсырманы орындауға шықты. Осы жерде түсіндіретін нәрсе, сенің ойыңдағындай болмайды. Қателік болмаса да, неге? Сенімен кездесуді қалады аталы. Оны енді ешкім өзгерте алмайды. Сол сахабаның жүрегі де солай да. Мән ахабба лиқа Аллахи, ахаббаллаху лиқааху дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Кімде-кім Раббыз Алламен жолығуды сүйсе, Алла оны мен жолығуды сүйеді дейді. Сөйтіп Хубайб ибн Адиді алып келіп, жаңағы харистіктер жазасын береміз, әзірше осы жерде ұстап қояйық, шешеміз не жасайтынымызды бұнымен деп, Харистың жаңағы Харис әулетінің жаңағы бір дарбазасына әкеп ағашқа жаңағы байлап қояды. Сосын оны шешеді, кейін олар. Шешіп қол аяғына кісен байлайды темірден. Сонымен ол жерде қамап, жаңағы бір неге қамап қояды. Осы уақыттағы Хубайб ибн Адидің жағдайы түнгі уақытта намаз, құлшылық, ешқандай жаңағы жүзінде бір өкініп тұрған, бір қиналып тұрған нәрсе жоқ. Бір үлкен ерлік көрсетеді, мынандай. Сол жерде Әл-Харис әулетінің әйелдерінің біреуінің кішкентай сәбиі сол жерде ойнап жүреді. Алламен жолығатын уақытым болып қалды деп, жаңағы кім Хубайб жаңағы жүгіріп шыққан сәбидің анасынан сұрайды, ұстара бар ма сізде деп. Ұстара береді, рас па маған деп. Сосын ол ана келіп ұстара береді оған. Сол ұстарамен ол жаңағы шейіт кетсем де пайғамбарымыздың сүннетін орындаған күйде деп өзінің әдетінше қыратын жерлерді қырады. Қарап тұрсаңыз, күйзеліп атқан жағдайда істеп отыр ғой. Көрсе, Алланың елшісіне деген махаббаты қандай. Оның әрбір үйреткен нәрсесін далаға тастамау, әсіресе қиналған кезде ұмыт кетпеу да.
Осы жерде Алла Тағала осындай тұлғаны бізге өнеге қылу үшін осы тағдырды жазып отыр ғой. Көп адам мысалы қайталамайды, бұндай нәрсені қайталай алмайды да. Сосын сол ұстараны алып отқан кезінде кейін қолында ұстара жаңағы сәби жүгіріп келіп тізесіне отырады ғой. Сәби жүгіріп келіп тізесіне отырған кезде анасы қорқып кетеді, түрі қатты қорқып кеткен кезде қорықпа дейді. Мен сен ойлап тұрған нәрсені ешқашан істейтін адам емеспін дейді. Сонда осы жерде қандай нәрсе берді? Олар опасыздық жасап жатса да мұсылман опасыздық жасамайды. Біреу сәби ұстап әкелген жауыздардың күнәсін көтермейді. Ла тазиру вазиратун визра ухра дейді Алла. Біреудің күнәсін көтермейді. Ал мынандай жағдайда біреулер осындай жағдайды қалай қолданады? Мынаны залогқа алып дегендей нәрселер. Бұл нәрсе істемейді. Өйткені Алла Тағаланың алдында мұсылманның өміріне қарасаңыз, мысалы, мінезді қалай көрсетіп отыр да, керемет. Жаңағы әйел кісі, баланың анасы әйел кісі, болашақта исламды қабылдайды. Сонда менің көрген нәрсем дейді, менің қатты таңғалған нәрсем, мен ондай тұтқынды көрмедім дейді. Сондай бір салмақты түрде ешқандай бір қиналып жатқан нәрсе жоқ. Не тамақ сұрап дегендей, су сұрап деген нәрсені істемейді. Сөйтіп бір күні үйден шығып қарасам дейді, қолында жаңағы кісені бола тұра, аяғында кісені бола тұра, жүзім жеп отқанын көрдім дейді. Қарада Хубайб ибн Адидың. Ол күні Меккеде жүзім түгіл мейіз де жоқ еді дейді. Әулиенің кереметі деген осы. Қашан адамның жүрегі Аллаға қарай нақты босайды, сол кезде Алла Тағала оған сондай керемет сыйлайды. Ол керемет, оның жүзін бір мақтанышқа бірдеңеге өзгертпейді ол. Сондай адамдарға береді оны, көтере алатын адамдарға береді. Және осындай сәттерді сезген адамға береді. Сосын олар алып шығады оны. Танғим деген жерді білесіздер. Айша анамыздың мешіті бар жер. Сол жаққа қарай алып шығып, үлкен бір ағашты жерге қадап, соған қарай асып, сөйтіп біз сені қазір өлтіреміз дейді. Сол өлтіреміз деген кезде ол кісінің әрбір сахабаның өзі, әрбір сахабаға қарайтын болсаңыз, екінің бір ақын. Суырып салма. Сонда айтқан сөздерінің бірі, мұсылман күйде өлгенге өкінбеймін ешқашан дейді. Нені айт, мұсылман күйде өлгенге өкінбеймін ешқашан дейді. Қай жан басқа құлаймын, ол емес менің уайымым дейді. Уайымым менің бір Алла, ол үшін арман өлуім дейді. Үзілген жүйке тамырым берекелі болғайды дейді. Яғни Алланың жолында. Бұлар өйткені біз сені кескілейміз деді ғой. Сол кезде айтады, я Аллах Тағалам, мыналардың күллісінің санын дізіміңе алшы, сөйтіп бұларды жеке талқандашы, сөйтіп осылай істеп тұрғандардың біреуінде қалдырмашы дейді. Сол жерде олар Хубайб ибн Адиді өлтіреді. Мұсылманның өмірі осындай нәрсемен де аяқталуы мүмкін. Бағанаған жаққа барып дінді таратып, немесе біреуді үйрету деген нәрселер. Мысалы, кешегі кімдер Ахметтердің де мысалы айтып жатқаны сол ғой. Тайпалған талай жорға, талай тұлпар деп осыларды айтып отыр ғой. Тағдырдың кез болып тұр кермесіне дейді, тұсауларына, несіне. Солардан жаным арым ардақты емес, орынсыз күйзелейін мен несіне дейді. Яғни әр заманда Құдайға берілем деген адамға Алла Тағала сондай сөзді айтуды нәсіп еткен да. Өйткені оның күйі сол, оның жаны сол да. Мына жақта Софуан ибн Умайя жаңағы екінші ұстап алған тұтқында сахаба радиаллаху анху Зәйд ибн Дәсинаны оны да асып қойып, ал қазір сені де қинап өлтіреміз. Бұлардың өлтірудегі тәсілі тек өлтіріп қана қоймайды. Бұлар кесет неше түрлі істейді да. Надандық. Соны бір еркектік деп ойлайды. Сөйтіп Абу Суфиян келеді сол жерге. Софуан ибн Умайя өзінің бір азаттық алған бір қызметшісіне айтады, сен өлтіресің деп, қолына қаруды беріп, сонымен Абу Суфиян келіп айтады, ей Зәйд, егер бір нәрседе, бір сөзде қазір көңілімнен шықсаң, мен сені босатамын дейді.
ұнатар ма едің сенің орныңда қазір Мұхаммед тұрса, және мен оның басын кесіп атсам дейді. Ал сен бұл уақытта өзіңнің отбасыңда, бала шағаңның қасында отырсаң дейді. Сонда айтады, Мұхаммедтің бұл жерге келуі түгіл, сол отырған орнында Мединада денесіне бір тікен кіруін қаламаймын, сөйтіп мен отбасымда, бала шағамның қасында отыруды да қаламаймын дейді. Сонда ана берген жоқ қой көңіліндегісін, көрдің ба? Заланып, сонда ана сөзді айтады. Мен мына Мұхаммедтің серіктеріне таңғалам дейді. Дәл бұлар Мұхаммедті сүйгендей ешкім өзінің көшбасшысын етіп сүйіп көрмеген екен шығар дейді. Өйткені бұл Алламен байланған махаббатта. Ол жақта ұлы мақсаттар ғана бар. Олар ешқандай бір ұсақ нәрсемен байланбаған. Олар таза Алламен, Алла тазаны ғана қабыл етеді дегендей нәрсе. Сөйтіп, осы жағдайда қарасаңыз, 10 сахаба қандай ұлы мақсатта кетті, мысалы айтайық. Соның 10-ы да өлтірілді. Сөйтіп, Суляфа деген бір әйел кісі болатын. Ол Суляфаның кеше балалары Ухуд шайқасында мүшриктердің байрақтарын көтерген Мусафиғ, Килаб, Жаллас деген жаңағы мүшриктердің байрағын көтергендер бірінен соң бірі мұсылмандардың қолынан өліп қалып атқан еді. Соларды өлтіргендердің бірі Асим ибн Сәбит. Асим ибн Сәбиттің денесі бағанаға тау жақта жатыр. Тұтқындарды алып кеткен жерден. Жетеуін сол жерде өлтіріп қойды дедік қой. Сонымен жаңағы соны естігеннен кейін Суляфа айтады, маған Асим ибн Сәбиттің басын кім әкеп береді, кесіп, мен 100 түйені атадым дейді. Мен оның бас сүйегіне шарап құйып ішкім кеп тұр. Кеткен ағайындарым, байрақ көтерушілердің кегін алғым кеп тұр дейді да бүйтіп. Тос көтергім кеп тұр деп тұр ғой енді былайша айтқанда. Алайда бағана Асим ибн Сәбит не деді? Менің денеме мүшриктің денесі жанаспасыншы дейді. Осылайша олар сол жерге келсе, пайғамбарымыз салсам ана жақта тілеп жатыр екен, пайғамбарымызға білдірші хабарымды деді ғой. Пайғамбарымыз ол жаңағы әулиелердің кереметі пайғамбар мысалы. Жаңағы жердегі суретті көрсете салады пайғамбарымыз салсамға. Ол қиын нәрсе емес. Сонымен Алла Тағала жаңағы Алланың елшісі дұғасын жасайды. Сонымен Алланың қалауымен ана жерде мүшриктер келіп денесін алып кетейін десе, құжынаған ара дейді. Мүлде тәннің бір бөлігін көрсетпей тұр. Кетпейді аналар. Отырады 1 сағат, 2 сағат, кетпейді. Қой кеттік деп кетеді. Осылайша Алла Тағалаға ұнап қалсаң, қарасаңшы не істеп отыр. Тәніңе дейін жақындатпай жатқан кім ондайды істей алады? Тек қана адал Аллаң. Алладан адал ешкім жоқ мұсылман үшін. Алла сүйгендей сізді ешкім сүймейді. Есіңізде болсын. Соқтан егер де сіз де сондай махаббатпен жауап берсең Раббыңа, онда шын мәніндегі бақыт сол болады да. Енді осы сафар айындағы екінші ауыр жағдай. Абу Барра деген кісі Амир тайпасының жаңағы көсемі болған бұрын. Кішкене жасы кеп қалғаннан кейін бір немере бауырына берілген. Амир ибн Туфайлға ұстатады биліктің несін. Алайда бұл Амир әулеті, Амир тайпасы мен пайғамбарымыздың арасында бейбітшілік келісім бар. Қиянат жасамау, опасыздық жасамау деген нәрселер. Сөйтіп ол пайғамбарымызға жолығуға келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху жолығуға келіп, үлкен бір сыйлық алып келеді. Кәдімгі сол жаңағы мәміленің негізінде пайғамбарымыз саллаллаху бір сыйлығын алып келіп, жағдайды баяндап, ауылдың жағдайын баяндайды. Пайғамбарымыз саллаллаху айтады оған: «Ей Абу Барра, Амир ибн Малик толығаты исламды қабылдасашы енді» дейді. Сосын айтады: «Дәл қазір мен дайын емеспін қабылдауға. Бірақ кетер де емеспін» дейді бұдан. Біздің ауылда сізге қызығып жүрген адамдар бар. Жалпы бұл исламға деген
жақындығы бар адамдар бар. Бір ұстаздар жіберсең бізге бір өзің таңдап, соларға дінді үйрететін, Құранды оқып үйрететін, діннің, шариғаттың жаңағы үкімдерін үйрететін адамдар жіберсеңіз деген кезде, пайғамбарымыз егер мәселе дінмен, тәліммен байланысты болса, Алланың сөзін жеткізу болса, ол нәрсеге әрдайым кезек күттірмейтін істеп танитын. Тіпті ана Муслимнің сахихында осындай жаңағы құтпа сөйлеп тұрған кезінде, мешітте адамдарға жұманың құтпасын сөйлеп тұрған кезде, анау даладан бір кісі келіп: «Я Алланың елшісі, мен бір алыстан келген адам едім. Мына сенің тіліңді үйренгім келеді. Негіздерін айтып берші» деген кезде, неден мінбеден түсіп, халық жайына қап, астына орындық қойып, сол кісіге дінді түсіндірген. Сосын қайтып келіп жалғастырған. Олай болса, жеткізу деген нәрсе, Алланың сөзін, оны Алланың тура бұйрығы, Алла қалап жатыр деп түсінетін. Жаңағы қауіпті көрді ғой пайғамбарымыз. Қауіп қатер тұр. Бірақ сақтық шараларын алу, бірақ насихат тоқтамау. Алланың сөзін жеткізу. Қанша қалды ғұмырынан, мысалы. Ол кісі уайымдайды. Дін тарату оның негізгі мақсаты. Негізгі жолы да. Осы жерде Алла тағала дінді жеткізу, исламды насихаттау, дінді жеткізу тек қана пайғамбардың міндеті емес екендігін көрсетеді. Сондай-ақ сахабалардың да міндетіне кіреді. Тіпті керек болса, сол жолда шейіт болады. Не өйткені Алла тағала Құранда: «Құл, айт ей пайғамбар, хазихи сабили». Менің жолым осы. Не нәрсе жолы? Адғу илаллах. Аллаға қарай шақырамын адамзатты. Ең таза нәрсеге шақырады. Әрбір адамның хақысы тыңдау, жауап беру Раббысына қарайды, мысалы. Сонда айтады: «Аля басиратин», жүрекпен сенген нақты дәлелдің негізінде шақырамын дейді. Мен ойымнан шақырмаймын дейді. Алладан келіп атқан уахидың негізінде шақырамын да, сөздің соңына қараңыз: «Ана ва ман иттабағани». Менің де міндетім бұл, ман иттабағани, маған ергендердің де міндеті дейді, әр заманда. Сондықтан пайғамбарымыз ана нәрсеге қуанып, кешегі жағдайды ұмытып, 70 адамды таңдайды. Жаңағы 70-ті Анас ибн Малик айтады: «Бұл 70 дейді, біз үшін өте қымбат жандар еді» дейді. Өйткені бұл 70-ті біз тек мынандай түрде көретінбіз дейді. Олар таңертең таң намазынан кейін отын теруге шығады. Оны теріп әкеліп сатады. Оны сатқаннан кейін оның тағамын әкеліп, ана бастырманың астындағы пақыр мұхажирлерге, әрбір келіп атқан адамдарға таратады дейді. Соларға су тасып әкеп, бөшке-бөшке жаңа суларды қояды. Сосын кешкі уақыттарда Құранды өзара дәріс қылады. Сосын түні бойы сол Құранды намазды оқиды. Бұлар да өз кезегін күтіп жүрген адамдар еді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тапсырмасына құп болады Аллахтың елшісі деп 70 Анас ибн Малик айтады: «Біз оларды қарилер деп атайтынбыз» дейді. Сонда жаңағы 70 қари кетті. Әл-Мунзир ибн Амру деген кісіні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол сахабаны оларға басшы қылады. Әл-Мунзир ибн Амру деген. Сөйтіп бұлар Нежді деген жерге жаңағы келген кезде, сол жақта Мағуна деген құдықтың қасында сол жерге 70 адам жаңағы келіп тоқтайды. Сосын пайғамбарымыз хат берген Мунзирге: «Мынаны Харам ибн Малханға бересің. Харам ибн Малхан ана Амир ибн Туфайлге мына хатты жеткізсін» дейді. Амир ибн Туфайл деген жаңағы Алланың дұшпаны Амир ибн Туфайлге мына хатты жеткізсін деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Алланың дұшпаны деген нәрсесі, бұл кісі бұдан бұрын Арбат деген екі жолдасы, және де Жаббар ибн Салам деген үшеуі келіп пайғамбарымызға бір жолығып кеткен. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Амир ибн Туфайлге исламды ұсынған кезде, ол айтқан: «Егер мен оны исламды қабылдасам, тек қана мынандай шарттардың негізінде. Сен қазір мысалы үстемдігің артып келе жатыр. Күллі жазықтықтың бәрі сенікі болсын да, қалалар менікі болсын» дейді. Қараңыздар. Сосын сен өлгеннен кейін сенің орныңа мен отыру керекпін дейді.
сенен кейін орныңды мен басу керекпін дейді да. Енді өзінің бір жаңағы нелері бар да, ойлап жүрген нәрсесі. Саған ешқашан бұл нәрсе болмайды дейді. Алла серігі жоқ, Алла тағаладан басқа тәңір жоқтығына иман келтір, исламды қабылда дейді. Заланып шығады. Заланады да жаңағы қасындағы Арбат қайтады. Қазір мен оны тағы барып сөйлесем де, бүйтіп жеке айтатын нәрселерім бар. Өйткені мен көсем болғаннан кейін ол кішкене маған бүйтіп жақсы деп бүйтіп шығады. Сол кезде мен оны бүйтіп сөзбен шұғылдандырып тұрған кезде сен ана қылышыңды тық дейді оған, Арбатқа. Сонымен ол сөйтіп пайғамбарымызды сөзге тартып айтып, не жаңағыдай бір әдемі сөздерді айтып жатады енді. Пайғамбарымыз жаңағы біреулер алдамшы сөздер айтылып жатқан кезде көңілің таза болғаннан тыңдап тұра бересің ғой. Ең керемет әдемі сөздерді таңдайды оған жерде, енді кіріп кетеді жаныңа. Сонымен сөйлеп жатыр, кім қынабынан жаңа қылышын алайын десе, суырылмайды. Соны бүйте берген сайын пайғамбарымыз қараған не істеп жатыр деп жаңа қасына. Сосын бүйтіп түрі бұзылып кеткен ана қылышты Алла тағала белгісін түсінеді, екеуін сөзі тастап пайғамбарымыз кетіп қалады. Екеуі ашуланып қайтады. Жалпы енді пайғамбарымызға бой ұсынбайтындығы нақты, пайғамбарымызға үлкен кек сақтаған, пайғамбарымыз оған ештеңе қарыз емес. Не үшін ренжіп жүргенін бір Алла біледі деген нәрсе. Сонымен сол жаққа келіп, жаңағы Харам ибн Малханды Мунзир жібереді хатпен. Амир ибн Туфайл өстіп отырады. Харам ибн Малхан, Алланың елшісі саған хатты жіберді дейді. Сосын жаңағы хатты алдыртады бүйтіп, хатты алады тастай салады. Сосын жаңағы Харам деген сахабаның артында тұрған Жаббар деген жауынгерін айтады дейді. Өлтір дегені ғой. Оның қолында найза болады. Харам деген сахабаның арқасынан, жауырынан найзаны тығады ғой. Көкірегінен шығады бұлай. Сонда жаңағы көкірегінен шыққан кезде қарасаңыз, бұлардың мысалы яғни ана жағдаймен бірге істесу деген нәрсе, енді білмеймін ол үшін қандай жүрек керек та. Сонда тамып отқан қанын бүйтіп алады да, Қағбаның Раббысымен ант етемін, жеттім-ау әйтеуір табысқа дейді. Не айтып жатыр? Сол кезде жаңа оны өлтірген Жаббар кейін ислам қабылдайды. Сол айтып отыр. Мен таң қалдым дейді. Мен оны өлтіріп атсам табысқа жеттім деген, өлім мен табыстың бір жерде қандай несі бар деген нәрсе. Кейін мен сахабаларға қосылғаннан кейін олар түсіндірді маған шейіттіктің не екенін дейді. Мен сондықтан осы жерде осындай опасыздық жасалады. Арқасынан солай өлтіріп, бірақ ең маңызды нәрсе бұл сахабалардың не іздеп жүргені белгілі да. Өздеріне белгілі. Сондықтан оларда өкіну деген нәрсе жоқ та. Сол жерде жаңағы Амир ибн Туфайл ашуланып, өзінің Амир деген әулетіне барып, кәнекей жиналыңдар, ана қалған 69-ын өлтіреміз дейді. Кеше Ухудта 70 өлді ғой, өздеріңіз білесіздер. Тағы 70-ті қарасаңызшы, ауыртпашылық қандай кетіп жатыр. Сонда Амир әулеті бағанағы әуелге келген кісі бар еді ғой. Бізге 70 адам, бір адамдар жіберіңіз, ұстаздар жіберіңіз деп, оның ниеті дұрыс. Бірақ ол басшылықты мынаған бергеннен кейін, өзі кішкене қартайғаннан кейін, ол анаған ішіне араластырмайды. Сонымен өзінің әулеті үшін жауап береді. Өйткені ол пайғамбарымызға айтқан, мен ана нежылықтардың опасыздығынан қорқам дегенде, мен өзім жар болам, қорғаймын оларды деген. Яғни мен өз қауымыма жауап берем деген. Сөйтіп Амир ибн Туфайл кеп өзінің жаңағы Амир тайпасына, кәнекей, маған еріңдер, ана 69-ын өлтірейік деген кезде, біз бармаймыз дейді. Біз көмектеспейміз дейді Мұхаммедке қарсы саған. Сонымен бұл ашуланып сыртқа қарай кетеді. Сыртта жүрген кезде ана жақта бір тентектер кездеседі. Жаңағы Бәну Сулайм деген тайпа, мысалы Ригыл деген тайпадан бір адамдар қосылады. Закван деген тайпадан біреулер қосылады. Лихиян деген тайпадан әйтеуір пайғамбарымыздан кек аламай, өш аламай жүрген біреулер топырлап, жиналып, біраз қол жинап, солармен жаңағы 69 сахабаны, Харам деген сахабаны күтіп отыр ғой олар. Сол жерге солар келіп, сол жерде қырғын басталады. Соғыс. Сол соғыста жаңағы 70 сахабаның біреуі жаңағы Әл-Харам сол жерде өлтіріліп кеткен болса, мына жақта 67-сі тағы өлтіріледі осы жерде.
іштерінде біреуі Кағаб ибн Заид деген есінен танып қалады, жараланған. Кейін жаңағы майдан аяқталғаннан кейін жаңағы Алла тағаланың қалауымен есін жиса, күлді бауырлар өліп жатыр. Жарақаттанған түрде ол кейін Мединаға жетеді. Ол Хандақ шайқасына дейін өмір сүріп, Хандақта шейіт болады. Осылардың соңында екеуі келе жатады. Олар жолға шыққан кезде өзімен бірге азық алып шығады. Бір қатар қой, жаңа айдап. Соны екеуі артта келе жатады. Оның біреуі жаңағы Мунзир ибн Уқба деген. Сосын сол жерге қарай келеді. Екіншісі Амр ибн Умайя деген. Екеуі соған қарай келе жатады да, сонымен қараса бәрі қырылып жатыр, аналар әлі кетпепті. Сол жерде қылышын суырып алып, Мунзир ибн Уқба оларға қарай жүгіреді да, қылыштасып, сол жерде ол да шейіт кетеді. Сөйтіп Амр ибн Умайя да оларға қарай жүгіріп бара жатқан кезде оны ұстап алып байлайды олар. Біреуін тұтқын қалайық енді. Өздерінше бір рақымды болмақшы ғой енді. Сөйтіп тұрған кезде маған ой келді дейді. Жаңа кім? Амир ибн Туфайл. Менің анам кезінде ант еткен еді. Мен бір құл азат етемін деп. Сол антын орындау менің бір арманыма айналған дейді. Сен айтпақшы қай рудансың деген кезде мен Мудар руынамын дейді, Амр айтады. Сөйтсе бұл анасының руы екен. Олай болса мен сені анамның атынан азат еттім деп кекілінен жаңағы шашын кесіп алып азат етеді. Тағдыр. Сосын сол жерде бір кісіге қарай сілтеп айтады, Амир ибн Туфайл. Амру, мынау кім мынау? Мынаның кім екенін айтшы маған дейді. Айтады, ол Амир ибн Фухайра дейді. Амир ибн Фухайра деген анау пайғамбарымыз Абу Бакр екеуі хижрат жасаған кезде қойды айдап келіп жүрген сахаба еді. Ана үңгірдің қасына айдап келіп, сүт беріп кетеді, қайтып кетеді деген нәрсе. Амир ибн Фухайра, мен саған шындықты айтайын дейді. Мынау өлген кезде мынаның денесінің көк пен жердің арасына көтерілгенін көрдім дейді. Сосын қайтаран әкеп қойды дейді. Кереметтер ғой, сахабалармен болып жатқан кереметтер де осы жерде. Сонда осы жағдайға қарасаңыз, 70 адам ауыр тиді өте. Амр ибн Умайя жолда келе жатады. Жолда келе жатып бір ағаштың қасына демалады. Сол ағаштың қасына демалған кезде екі адам, жолаушы бір екі адам қасына қосылады. Сонымен амандасып қал жағдайды біліскеннен кейін сұрайды, сендер қай рудансың дегеннен кейін олар айтады, біз осындай Амир әулетіненбіз, жаңағы Киләп әулетіненбіз деген кезде мынау бағанағылардың әріптестері ғой деген ойға келеді. Сөйтіп қауіп сезеді да, жаңағы 70 шейіт кеткен бауырларымның кегін алам деп жаңағы екеуін сол жерде өлтіріп қояды, қорқып. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху хабар келіп, я Аллахтың елшісі деп хабарды алып келген кезде пайғамбарымыз айтады, мен білемін дейді жағдайды. Ана екі адамды бекер өлтірдің сен дейді. Ол екеуі менімен бейбіт мәміледе жүрген адам ғой. Енді мен ол екеуіне әрқайсысына 100-100-ден түйе төлеу керекпін дейді құнын. Осылайша мұсылман қателессе пайғамбарына жұмыс тауып береді екен. Енді пайғамбарымыз ол басқа адамдар сияқты емес, ол саған бүйтіп ұрса бермейді. Ол болды, ол міндет келді ме, оны орындайды, бітті. Бірақ сен оған жұмыс тауып бердің да. Қиыншылықтар осындай болып жатқан. Міне осы қиыншылықтар болып жатқан кезде осы жұмыс тауып беретін кезінде пайғамбарымыз жаңа түйені жинау керек қой енді. Сөйтіп мұсылмандардан сұрайды, анадан сұрайды, иудейлерден қарызға сұрайды. Сол иудейлерден қарызға сұрау тақырыбы бұл енді келесі дәрісімізде Бану Надирмен болатын оқиғаны себеп болады. Сондай-ақ мына жағдайлар қазіргі мысалы ана неде Жаңа Зеландияда болған оқиғаны қарайтын болсаңыз, мына жерде дәлме-дәл келіп тұрған нәрсе. Бір тентектерге бүлдіреді. Көрдіңіз бе? Ананы ойлаған кезде батыс қазір бір-екі уақыт не алады, батыста қазір ислам тарап жатыр. Ол лайықты деңгейде көрсетілмейді, лайықты деңгейде баяндалмайды. Бірақ мұсылманшылық. Мұсылмандар жаңағы батыстың әйелдерін үйленіп мұсылман болып кетіп жатыр. Жалпы исламға деген симпатия бар. Нацизм бар, жалпы жаман қарайтындар. Бірақ негізінде басымен дос, жаңағы ақылымен дос болып жүргендер көп бұл жерде. Сондай жағдайлар болады да, ана бір жақсылықтар болған сайын кімге
Самуд қауымына Алла Тағала Салихты жіберген кезде түйе жіберді ғой. Түйе жіберген кезде біз оларды түйемен сынаймыз дедік. وَنَبِّهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ. Қамар сүресінде айтады: ей Салих, айтып қой қауымыңа, мына түйе бір күн ішеді, бір күн қауымың ішеді деп суды. Сөйтіп жүрген кезде фәнәдәу, сахнаның артында тұрғандар шақырды дейді. Кімді? Сохибахум, бір адамды, өздерінің ана тентек досын дейді. Фатаата, арнады дейді сол іске өзін. Көрдіңіз ба? Фақара, барды да жар жіберді. Сол сияқты жаңағындай мешіттің ішіне келудегі істелуі, кешегі жағдайда мешіттің ішіне, ол үлкен жеңіл, сол күллі батысқа сізде болсын, ислам осылай жеңеді. Мешіттің ішіне аналар, жаңа кісілер, олар да жаңа мұсылмандар, шииттікті сұрап жүрген мұсылмандар көп әлемде. Төсегінде жатса да өліп қаласын деген хадиспен сұрап жүрген адамдар көп. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қазір бір әдемі киімді киіп келіңіз, не айтар екен? Ол сізге айтады: илбис жадиден дейді, жаңалай кие ғой қарағым дейді. Вағиш хамидан, абыроймен өмір сүре ғой дейді да, ең соңында айтады: шиит болып өліп қал дейді. Сосын ал амин деп көріңіз. Көрдіңіз ба? Сондай жағдай ана болып жатқан нәрсе. Қазір енді анау Алла Тағала соларды шейіт қылып, түгел ана жақтың бәрін мешітті қорғайтын адамдарға исламның кітаптарын ақтарып оқып жатыр қазір. Арас. Келіп, ол Алла Тағала қай заманда қаласын, егер белгілі бір жақсылықты әкелу үшін белгілі бір құлдарын құрбан қылам дей ма, ол болады ол нәрсе. Сондықтан ол даудамай көтеретін нәрсе емес. Ол ислам жеңеді. Өз асылы сол. Өйткені ол Алланың діні. Күллі әлемді алады ол. Міне. Оны Алла Тағала өзі Құранда Соф сүресінде айтқандай, мысалы, «Хуаллази арсала расулаху бил-худа». Ол ғой өзінің елшісін жіберген тура жолмен дейді. «Ва динил хаққи», хақ дінмен, «валау карихал мушрикун». Алланы мойындамайтындарға намаса да дейді. Көрдіңіз ба? Сондықтан жаңағылардың жағдайын Алла Тағала қарап тұратын болсаңыз, бұл осылай өзі келе жатқан нәрсе. Тек сіз бірлігіңізді жөндеп алсаңыз, сосын пайда тигізе алсаң, тигіз бұл дүнге, пайда тигізе алмасаң, зиян тигізбейтіндей жүру керексің да. Болды. Пайда тигізем дейсің ба? Тигіз. Малыңмен, жаныңмен, достығыңмен, күшіңмен жетеді. Салиқалы амалдар, жетеді істейтін амалдар да, мысалы. Ал жаңағылардың жағдайына Алла Тағала мынандай аятты айтып отыр міне. Мысалы, сол екі аятпен аяқтайдық. Біреуі жаңағы Тәуба сүресінде: «Инна Аллаха аштара минал муъминина анфусахум ва амвалахум би анна лахумул жанна». Расымен де Алла Тағала сол сахабалар, енді бірінші орында тұрған мұъминдердің жандары мен малын айырбастап алған. Би анна лахумул жанна, орнына жәннатты беріп дейді. Аны алып қойды Алла Тағала. Енді бұл нәрседе саған үлес жоқ. Анау орнына жәннатты берді дейді. Юқатилуна фи сабилилла. Сол кездегі жағдайды баяндап отыр. Алланың жолында олар күрес жасап жүр. Сол соғыста олар дұшпандарды өлтіретін кездер болады. Ва юқталун, өздері де өліп қалатын кездер болады. Уағдан алейхи хаққан. Бұл Алланың хақ уәдесі. Бұл жаңалық емес дейді. Алла жолындағы хақ күрес жаңалық емес дейді Алла Тағала. Фит тәура, Мұсаға түскен Тәураттың ішінде парыз етілген еді дейді ол. Қараңыз. Уал инжил, Исаға түскен инжилдің ішінде де ол парыз ет дейді. Уал Құран, және де Құранның ішінде дейді. Фастабширу би байғикум аллази баяғтум бихи. Ей мүминдер деп сахабаларға сол кезде айтып жатыр. Қуаныңдар Алламен жасасқан саудаларыңа. Вазалика хуал фаузул азим. Ұлы табыс деген осы ғой дегендіктен, осы аят жұмыс істеп жатқандықтан жаңағы Харам деген сахаба не деп жатыр? Жеттім ау әйтеуір табысқа деп. Осы жердегі екінші аяты: минал муъминина риджалун. Сол мұъминдердің іштерінде ерлер бар. Содақу ма ахадуллаха алейхи. Аллаға берген серттерін шындыққа шығарғандар. Фаминхум ман қада нахбаху. Олардың іштерінде өзінің сертін орындап жәннатына кеткендер бар. Ва минхум ман янтазир. Олардың ішінде күтіп жүргендер бар. Ол күтіп жүргендер жаңағы 70 еді. Оның алдындағы 10 еді. Міне. Ва ма баддалу табдила. Осылайша олар Аллаға деген адалдығын ешқашан өзгерткен емес дейді. Сөйтіп соңғы аяты:
Осындай шыншылдарды шыншылдығымен жарылқау үшін Алла Тағала осылай істейді. Сосын айтады: ал екі жүзділерді не азаптар, қаласа тәуба нәсіп етер дейді. Көрдіңіз бе? Жаңағы оқиғадан кейін Абу Барра деген жаңағы Амир ибн Малик исламға келеді. Жаңағы харамды өлтірген найзамен Джаббар ибн Сәлмә исламға келеді. Көрдіңіз бе? Әрбір нәрседе, яғни анау өтет өмірден келесісі келу үшін. Соқтан кейбір уақыттарда мұсылмандардың жаңағындай құрбан кетуі тиімді болса, басқалардың дінге қарай келуіне, онда ол Алла Тағаланың жазмышында орындалмай қоймайды. Соқтан Алла Тағала жаңағы әрқайсымызға жаңа ететін нәрсе, сіздің міндетіңіз жүрген әулетіңізде, жүрген жеріңізде жаңағындай Құранды үйретіп, бір жақсылықтарды үйретіп жүрген осы сіздің дінге жәрдеміңіз. Басқа сізге артық нәрсе Алла Тағала салмайды. Өзіңіз шамаңыз келгенше өзіңізді жылдан жылға дамыта беруге Құранмен байланысыңыз. Отбасыңдағы былтырғы байланысыңа қарағанда биылғы байланысың басқаша болу керек. Құранмен былтырғы байланысыңа қарағанда биылғы байланысың кішкене ерекше болу керек. Осылай әр нәрседе сабырлығың былтырға қарағанда кішкене күштірек, рахымдылығың былтырға қарағанда кішкене күштірек. Осы үшін осы өмірді берген. Сондықтан бейбіт заманда жаңағы аят бар ғой: Алла Тағала иман келтіргендердің жандары мен малдарын сатып алды жәннат үшін деген. Ал бейбіт заманда деген кезде Алла Тағала келесі аятын әкеледі, содан кейінгі аятын. Әт-таибун, бірінші қасиеттерің тәубашыл болыңдар. Әл-ғабидун, ғибадатқа ықыласпен қараңдар. Әл-хамидун, әрбір жақсылықта тек Алланы мақта, өзіңді атама. Әрдайым Алланы мақтап жүретіндерден болыңдар. Әс-саихун, ораза ұстап жүріңдер. Әр-ракиун, рукухтарың көп болсын. Әс-саджидун, сәжделерің көп болсын. Әл-амируна бил-маруфи, айналаңды жақсылыққа шақырып жүр. Вән-нахуна анил-мункари, Алла жек көретін істерден айналаңды шаман келгенше тыйып жүр. Вәл-хафизина ли-худудилла, сондай Алла Тағаланың сызып қойған шеңберлерін аттамай сақтап жүргендер. Бәширил муъминин, қуандыра бер мұъминдер дейді. Міне осындай иншалла жаңағы жақсы пайдалар нәсіп болсын сабағымыздан. Құдай қаласа келесі сабақ Бану Надир, жаңағы юдейлердің бір үлкен тайпасы, солармен болатын оқиға иншалла жалғасын табар иншалла. Субханакаллахумма ва бихамдика.